Мен Фазылбек Мейрамбек, балық өсірушімін. Мынау сіздердің көріп отқан балықтарыңыз, бұлар менің бекірелерім. Қандай әдемі. Менің балық өсіру мамандығыма сүйіспеншілігімді оятқан ол менің атам. Жалпы балық шаруашылығы, балық деген дүниені өзімнен бөліп қарай алмаймын мен. Ол мамандыққа жүрегіммен, жан тәніммен берілгенмін. Бұл жерде сазан, ағамур, дөңмаңдай балықтары. Бұл біздің су маржандары. Біздің байлығымыз осы. Ұлдықтан балық жасау үшін күндіз-түні ұйықтамай, оны баптау керек. Судың температурасын, судың тазалығын, деңгейін, оттегісін барлығын мұқият қарап отыру керек. Кішкене ғана бір ауытқушылық болса, бүкіл өсіріп отқан еңбегіңіз зая кетуі мүмкін. Бұл қызыл кітапқа енген арал бекіресі. Биыл біз қаулы шығарттық. Мынау жойылып бара жатқан қызыл кітаптағы арал бекіресін қайтадан қалпына келтіру, жандандыру мақсатында. 12 мүшең сау, ақыл есің дұрыс, кәмелет жасқа толдың ба, еңбек ету керек. 4 балам соны көріп өссе, олар да еңбекке жақын болады. Оларды қазір кіші жастан бастап мен соған баулып жатырмын.